Саламатсыздар ма балалар, номер 479 есепті шығарайық. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Қараңыздар балалар, біріншісінде тангенс минус альфа, яғни бізде тангенс тақ функция болғандықтан минус алдына шығады. Яғни минус тангенс альфа көбейтілген косинус альфа плюс синус альфа. Енді қараңыздар тең, минус тангенс альфа дегеніміз минусын жазып қоямыз. Тангенс альфа дегеніміз синус альфаның косинус альфаге қатынасы, көбейтілген косинус альфа плюс синус альфа. Енді қараңыздар, косинус альфа мен косинус альфа қысқарады, минус синус альфа қалады, плюс синус альфа. Екеуі, біреу минус плюс болғандықтан екеуі 0 береді екен. Келесі екіншісін шығарайық. Косинус квадрат альфаны жазып қоямыз. Көбейтілген тангенс квадрат альфа дегеніміз квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа минус 1-ді жазып қоямыз. Енді қысқаратындарын қысқартамыз. Косинус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа қысқарады. Алымында синус квадрат альфа қалады. Бөлімінде 1 жазылмайды, минус 1 қалады. Енді қараңыздар, 1 дегеніміз бізде синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы. Яғни синус пен синус қысқаратта бұл жерде минус таңбасы минус косинус квадрат альфаны береді. Келесі балалар, үшіншісінде қараңыздар, котангенс минус ветта. Котангенс тақ функция болғандықтан минус таңбасы алдына шығады. Одан кейін котангенс дегеніміз косинус веттаның синус веттаға қатынасы, көбейтілген синус веттаны жазып қоямыз, бөлімде косинус веттаны жазып қоямыз. Енді қараңыздар, синус ветта мен синус ветта қысқарады, минус бөлшектің алдына түседі. Алымында косинус ветта қалады, бөлімде косинус веттаны жазып қоямыз. Енді қараңыздар, косинус ветта мен косинус ветта қысқарады, минус 1 қалады екен. Балалар, төртіншісінде берілген қараңыздар, біріншісінің алымында 1 минус тангенс x, тангенс тақ функция болғандықтан минус пен минус алдына шығады, плюс болады. Және тангенс x дегеніміз синус x-тің косинус x-ке қатынасы. Бөлімінде синус x-ті жазып қоямыз. Косинус функциясы жұп болғандықтан бұл жерде минус таңбасы ештеңе өзгертпейді, қайтадан плюс болады, яғни плюс косинус x болады. Келесі тең, бөлімін жазып қоямыз. Синус x плюс косинус x болады. Алымын ортақ бөлімге келтіреміз, яғни косинус x ортақ бөлім 1-ге косинус x-тан береді. Косинус x плюс синус x. Енді тең қараңыздар, косинус x плюс синус x пен синус x плюс косинус x қысқарады. Яғни алымында 1 қалады, а косинус x бөліміне түсіп кетеді. Косинус x болады. Яғни 1 бөлінген косинус x шығады екен. Бесіншісінде котангенс альфа дегеніміз косинус альфаның синус альфаге қатынасын береді. Көбейтілген синус альфа тақ функция болғандықтан минус таңбасы алдына шығады, минус синус альфа болады. Одан кейін минус косинус альфа косинус жұп функция болғандықтан минус таңбасы ештеңе өзгертпейді, яғни қайтадан косинус альфаны өзін жазып қоямыз. Тең, енді қараңыздар, синус альфа мен синус альфа қысқарады, минус таңбасы алдына шығады және косинус альфаны өзін жазамыз. Минус косинус альфаны жазып қоямыз. 2 минус қосылады, яғни екеуін қосқан кезде минус жазылады, 2 косинус альфаны береді екен. Балалар, алтыншысында тангенс тақ функция болғандықтан алдына шығады, минус тангенс u болады. Көбейтілген котангенс u плюс синус квадрат u. Енді қараңыздар, минус таңбасын жазып қоямыз. Тангенс u мен котангенс u-дің көбейтіндісі бізде 1-ді береді, плюс синус квадрат u болады. Бұл дегеніміз синус квадрат u минус 1 дегеніміз минус косинус квадрат u-ды береді екен. Түсіндік па? Балалар, жетіншісінде қараңыздар, міне косинус y-ті жазып қоямыз. Одан кейін 1 минус, балалар, синус тақ функция, минус таңбасы алдына шығу керек. Бірақ минус таңбасының квадраты плюс болады ғой. Сондықтан минустың квадраты плюс болғандықтан минус синус y-тің өзі, синус квадрат y-ті жазып қоямыз. Енді қараңыздар, минус синус квадрат y бізде не береді? Косинус квадрат y-ті береді. Бөлімде косинус y жазып қоямыз. Қараңыздар, косинус y пен квадраты қысқарады, яғни біреу қалады, сонда косинус y қалады екен. Келесі 8-ші. Балалар, 8-шінде
тангенс тақ функция болғандықтан алдына минус түседі. Одан кейін тангенс x дегеніміз синус x-тің косинус x-ке қатынасы плюс 1. Одан кейін 1 минус котангенс дегеніміз косинус x-тің синус x-ке қатынасы. Енді тең балалар ортақ бөлімге келтіреміз. Косинус x ортақ бөлім болады. 1-ден береді. Алдына минус ұмытып кетпейміз. Минус синус x плюс 1-ден косинус x-қан береміз. 1-ді косинус x-ке көбейтсек, косинус x-ті береді. Келесі бөлімінде синус x, ортақ бөлімге синус x болғандықтан синус x-тан береміз. Синус x минус косинус x. Енді қараңыздар, ғылымындағыдан минус таңбасын алдына шығарамыз. Яғни минус алдына шыққан кезде бөлімін жазып қоямыз косинус x, минус алдына шыққан кезде синус x, минус алдына шығып кетті, ол кезде плюс минус болып кетеді. Косинус x. Бөлімін жазып қоямыз синус x минус косинус x бөлінген синус x. Енді қараңыздар, тең қысқаратындарын қысқартамыз. Синус x минус косинус x пен синус x минус косинус x қысқарады. Мынаның бөлімінде біз жалпы бөлшек қой. Бөлімдегі синус x алымына шығады. Тең қараңыздар, минус таңбасын жазып қоямыз. Бөлімдегі синус x алымына шығады. Синус x болады. Бөлімдегі алымындағы косинус x бөліміне шығады. Яғни синус x-тің косинусқа қатынасы тангенс x береді. Алдына минус тангенс x береді екен. Түсіндік па балалар? Осымен 4,79 есеп шықты.